сәлем достар, сіздермен Маритока. Бүгін біз тамақ рецепт екінші бөлімін, яғни екінші жайсты. Бұда біз басқаша тамағымдарды жасайтын боламыз. Өзімізде ең оңай ол орам жапырақ пен грилді қосқандағы салат. Ал екінші очередте ол бізде лапшаларда, осындай пакеттегілерде. Оған біз енді осыны қосамыз. Итак, грилді қосамыз. Шығады, және бізде осындай сосискамен осыны отырғанда бізде осындай әдемі нәрсе шығады. Және де помидормен обязательно қосқанда осындай әдемі тамақ шығады. Тоже осындай бір деңгеймен қосқанда осындай шығады. Енді бізде әдемі заттар осы немен мына тәттіні қосқанда бізде осындай әдемі торт шығады. Ал осымен осы құлпынай ма, осыны осыған қосқанда бізде әдемі осындай торт шығады. Білсеңіздер, комментария жазыңыздар. Мен осылай жаза білемін, болмаса білмеймін. Білмесеңіздер, енді білесіздер. Бізде осыған осы немен біз қосамыз қазір. Осымен біз қазір мына помидорды қосамыз. Бізде осындай әдемі бургер шығады. Біз қазір картоп пен мынаны қосқанда бізде осындай әдемі тамақ шығады. Ал тағы да гриль мен картопты қоссақ, бізде осындай әдемі табетті ашатындай тамақ шығады. Ал картоп пен мынаны қосатын болсақ, бізде осындай бір тағам шығады. Ал картоп пен осы етті қосатын болсақ, бізде осындай шығады. Ал қазір продуктылар алу керек. Енді біз картоп пен мына сырды қосқанда бізде осындай әдемі пирог шығады. И бізде осы булочка мен сосискиді қосқанда бізде осындай бір тағам шығады. Енді біз осы немен нені қосқанда бізде осындай әдемі шығады нәрсе. И осымен мынаны қосқанда осындай, ішінде осындай қосқанда осындай шығады. И осымен қосқанда бізде осындай әдемі тәбетті ашар тағамдар шығады екен. И бізде соңғысы ол бізде осы тағы да ұзын нан мен сосиски қосқанда бізде осындай не шығады. Күлкілі. И бізде тағы да қосылатын тағамдар ол. И бізде тағы да рецепт ол мына помидормен осы нені қосқанда бана ретте ондай емес екен. Оның орнына бізде тұқым, яғни жұмыртқа мен осыны қосқанда осындай әдемі тәттілер шығады. Егер сіздер білмейтін болсаңыздар, осы балық пен осы нені қосқанда осындай әдемі тағам шығады. Әдемі тағам шығады. Және де тағы да бір түрі көрсететін болсам, осы қияр мен осыны қосқанда бізде
шығады. Осындай әдемі суши шығады. Өте дәмді. Және бізде осы сүтпен тағы бізде қосамыз тағы да осы жұмыртқаны. Сөйте бізде осындай бірдеңе шығады. Оны атын білсеңіздер комментарийға жазып кетіңіздер. И тағы да осы немен біз соңғы балықты қосқанда бізде осындай тағам шығады. Өте дәмді екен. Енді мен қазір өзімнің жан досым Мединаны шақырып, осы тағамдарды бірге жейміз. Қазір мен нәрселерді жайғастырып жіберейін. Сәлем. Сәлем, кел отыр. Вау. Мұнаның бәрін өзің дайындағансың ба? Әрине. Өзім дайындадым, кел отыр. Мына саған. Рахмет. Вау, неткен дәмді. Иә. Мына. Мына жеп қояйық. Иә. Мен онда анашыммен әкешіме осы нелерді апарсам бола ма? Әрине болады. Ой, сағат. Айтпақшы, ерте мектепке келсері де. Әрине, иә. Сен маған кейін WhatsApp-тан телефон алайын деп отырмын да. Сен аласың ба? Иә, жақында аламын. Онда маған осы тамақтан рецебін жіберші. Әрине жіберем. Жақсы, пока. Пока. Кетіп жүр, бірге шығып кетеміз.